Бисмиллах деп бүгін сіздермен бір ғана кездесудан жасалатын, бір жасағаннан ақ осындай әп-әдемі болып шығатын профитролидің рецептісімен бөлісемін қыздар. Егер сіздердің профитролилеріңіз осылай әп-әдемі болып шықпай жатса, міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, керемет болып шығады. Қыздар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға майды, үстінен суды салып, осылай екеуін жақсылап араластырып майды ертіп аламыз. Май мен су араласып қайнап жатқан кезде ұнымызды салып жіберіп, жақсылап араластырып қамыр дайындап аламыз. Біздің қайнатпалы заварной тестамыз осындай болып шығады. Қамырдың түбі шамалы ала бастаған кезде ыдысқа уже біздің қамырымыз дайын деген сөз қыздар. Дайын қамырды бөлек ыдысқа ауыстырып, осылай суытып аламыз. Үстінен жұмыртқамызды саламыз. Қыздар, жұмыртқаның барлығын бірден қосуға мүлдем болмайды. Міндетті түрде ерінбей осылай біртіндеп қосып шығыңыздар. Екеуін бірақ сала салуға да болмайды. Біртіндеп қосамыз. Профитролилеріңіз егер дұрыс шықпай қалса, ол сіздердің жұмыртқаны барлығын бірден қосқандарыңыздан деп ойлай беріңіздер. Сол үшін біртіндеп қосыңыздар. Осындай қамыр дайын болады. Мешокқа осындай гүлді насадкасы бар құйып, пергамент қағазына осылай құйып шығамыз, печенье сияқты етіп. Тым үлкен етіп құюдың мүлдем қажеті жоқ, себебі піскен кезде профитроли өзі көтеріліп, ісініп үлкен болып кетуі мүмкін. Дәл осылай бетін басып шықтым. Ал енді алдын ала қыздырылған пеште осылай қызартып 25 минуттай пісіріп аламыз. Біздің профитролилеріміз дайын. Ал енді крем үшін творожный сырға қантты, сливкиді салып жақсылап миксерлейміз. Ескерте кететін жайт қыздар, творожный сырларыңызда, сливкилеріңізде салқын болуы қажет. Егер жылы болса, крем сіздерде дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Және ескертетін бір жайт қыздар, сливки мен творожный сырды миксерлеген кезде ұзақ уақыт миксерлеуге болмайды. Жай ғана 3-4 минуттай крем өзінің формасын осылай ұстағанға дейін ғана миксерлейміз. Ұзақ уақыт миксерлесеңіздер, сливкилеріңіз іріп, май шығып кетуі мүмкін. Осылай миксердің ізі басыла бастаған кезде, қала бастаған кезде кремде, уже сіздің креміңіз дайын деген сөз. Мешокқа осындай насадкамен құйып алып, профитролилеріміздің ішін креммен толтырып шығамыз. Міне біздің профитролилеріміз жалпы дайын. Бетіне сәндік үшін сахарный пудра септім. Дәл осылай дастарханға тарта берсеңіздер болады қыздар. Егер видео ұнаса, лайк басып пікірлеріңіз қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар, назарларыңызға рахмет.